Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Сіздермен біз өткен сабақта тежегіштер туралы айтқан болатынбыз. 7-5, 7-6 суреттер туралы айтылған. Олардың колодкалық тежегіштер туралы, механизмі туралы. Әрі қарай соны жалғастырамыз. Ашу құрылғысы ретінде тежегіштің рычаг жүйесі жетегі ретінде арнайы тежегіш электромагниттер, электрогидравликалық және электромеханикалық itергіштер қолданылады. Олар механизмнің қозғалтқышына параллель қосылады да, осылайша тежегіштің ашылуы және механизмінің босатылуы қозғалтқышты қосумен бір уақытта жүреді. Тоқты өшірген кезде тежегіш жетегі мен механизм қозғалтқышы өшіріледі. Тежегіш жабу күшінің әсерінен жабылады және механизмнің тоқтауын тудырады. Жүк көтергіш машиналарда су өткізбейтін өнімділігі бар, КМТ типті айнымалы ток түріндегі арнайы экранның ұзақ жүретін электромагниттері, сондай-ақ МР және ТКР типті тұрақты ток және МОВ типті айнымалы ток қысқа мерзімді электромагниттері қолданылады. Электрлік тежегіштер мен басқа да жүк көтергіш машиналардың тежегіштерінде МТ сериялы айнымалы ток электромагниттері қолданылады. КМТ типті айнымалы токтың ұзақ жүретін электромагниті 7-12 суретте көрсетілген болат немесе шойын корпусынан тұрады. Оның ішінде катушкалар және W, яғни W тәрізді жылжымалы якор орналасқан. Магнит якорының тежегіштің рычаг жүйесіне бекіту үшін якорге қосылған өзектің соңында тесік қарастырылған. Магнит катушкасына ток жетегі шығыс қорабында орналасқан терминал тақтасы арқылы жасалады. Үлкен магниттерде корпустың төменгі бөлігінде магнит қосуы және өшірілген кезде соққыларды жұмсартатын ауа демпфері бар. Бұл магнит олардың жеткіліксіз сенімділігіне байланысты жаңа тежегіш конструкцияларында қолданылмайды. Бірақ олар белдік тежегіштерінде қолданылады. Төменгі тежегіштерде негізінен МО сияқты қысқа жылдамдықты магниттер қолданылады. Олар өте төмен якормен сипатталады. Яғни аралары 2-4 мм болуы мүмкін. Және тікелей тежегіш тұтқасында орнатуға арналған. Бұл магниттердің якорлары тежегіш өздігінен тікелей қосылған болып саналады. 7-12 сурет КМТ типті ауыспалы токтың тежегіштерінің электромагниті көрсетілген. Яғни МП типті тұрақты электр ток магниті болат корпусы бар. Оның ішінде катушкасы бар. Катушканың ішінде жалпақ диск тәрізді якормен байланысқан түйреуіш қозғалады. Тежегіш шток тіреледі. Якор сырттан қорғаныс қақпағымен жабылған. Якор мен қақпақтың арасында якорды құлаудан қорғайтын және якордың магнит қақпағына соғуын болдырмайтын амортизациялық серіппе орналасқан. Яғни короткоходовой дейді, қысқа жүрісті электромагнит айнымалы ток үлгідегі 7-12 суретте оның якоры осіне бұрыла отырып бекітілген шекке байланысқан аялдамасы, яғни тежегіші өздігінен өзара әрекеттесіп тежегішті ашылады. Электромагнит катушкасы магнит корпусының бекітілген бөлігіне орнатылады. Яғни тежегіштердің параметрлері 7-2, 7-3 суреттерінде көрсеткендей тежегіш негізгі параметрлері және өлшемдері көрсетілген. Тежегіш электромагниттердің негізгі сипаттамалары тарту күші және импульстік немесе магнит моменті және айналу бұрышы.
болып табылады. Каталогта келтірілген якордың жүрісі немесе бұрылу бұрышы көрсетілген тарту күштері немесе белгілі бір сәттерге кепілдік берілетін барынша рұқсат етілген болып табылады. Сонымен қатар якорь соққысы немесе айналу бұрышы мәндерінде қосудың белгілі бір салыстырмалы ұзақтығы үшін берілген. Электромагнитті осы катушка үшін номиналдан асатын қосу ұзақтығы кезінде тарту үшін төмендеген кезде ғана пайдалануға болады. КМП және КМТ типті электромагниттерді таңдау кезінде магниттің тарту күшін және якордың салмағын ескерместен тарту күшіне тең көтерілетін жүктің салмағын ажырату керек. Электромагнит тежегішті ашқанда белгілі бір соққымен қозғалады. Тежегіштің жұмыс күшіне пропорционалды жабық жүктің немесе серіппенің күші жеңеді. Бұл жағдайда тежегіштің жұмыс элементі орнату саңылауында ауысады. Сондықтан тежегіш электромагнитін таңдау магниттің тартылыс күшімен оның жүріс бұрылу бұрышында тежегіштің жұмыс күшінің көбейтіндісімен тежегіштерді басу күші белдік тежегішіндегі тежегіш таспаның кернеуі особаның барлық жұмыс элементінің жүрісіне тең болған кезде ғана жасалады. Бұл ретте якордың ілгермелі қозғалысы бар электромагниттер үшін бұл теңдік келесі түрге ие болады. Яғни 7-3 формуламызды көрсеткендей, осы формулаға сай болады, яғни тежегіштің ілгермелі қозғалысы. Біз осы жерден әзірге тоқтаймыз. Келесі дәрісімізді осы жерден жалғастыратын боламыз. Сау болыңыздар.